Бір күні Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам әйелдерге байланысты бұлай деді: сіздердің әрбіріңіз бақытты емессіздер ме? Күйеулеріңізден құрсақ көтерсеңіздер, ал күйеуі оған разы болса, егер осылай етсеңіздер, ол әйелдің аяғы ауыр болған әрбір күніне, күні бойы ораза ұстап, түнімен намаз оқып шығушының сауабындай сауап жазылады. Босанар уақыты жақындап, қиналған уақытта аспандағы періштелердің өзі де Аллахтың ол әйел үшін қандай сый-сияпат әзірлегенінен бейхабар болады. Дүниеге нәресте әкеліп, көкірегіндегі сүтімен баласын емізген әрбір сәті үшін де Аллахтың сол әйел үшін дайындалған сыйлығын алады. Нәресте түнімен жылап, анасына ұйқы бермей, ал анасы түні бойы баланы жұбатып, емізіп шыққандығы үшін Аллах жолында 70 құлды азат еткендей сауапқа ие болады. Сіздер менің қандай әйелдер жайында сөз жүргізгенімді білесіздер ме? Олар Аллахқа мойынсұнушы, күйеулеріне бағынып айтқанынан шықпаушы, әрі істеген жақсылықтарын тез арада ұмытушы әйелдер.